Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен яблочно-заливной пирог дайындаймыз. Жұп-жұмсақ, өте нәзік, дәмді болып шығады. Менің рецептім бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Бізге керекті тағамдар: ұн, маргарин, жұмыртқа, ас содасы және қант. Ең алдымен ұнға ас содасын қосып араластырып аламыз. Содан соң маргаринімізді салып үгінді жасаймыз. Енді жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып алып, осы крошканың үстіне саламыз да қамыр илейміз. Шыққан қамырымызды целлофанға салып, осының ішінен илейміз. Жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, сливки, қант, кукурузный крахмал, жұмыртқа керек. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап миксермен соғып аламыз. Қамырымыздың кішкене бөлігін жандарына алып қоямыз. Қалғанын ұн сеуіп, пергамент қағазына жаямыз. Менде осындай 4 бұрышты форма. Енді осыған жандарын саламыз. Енді осының үстіне начинкамызды құямыз. Алманы кесіп, осылай тазалап, бетіне қойып шығамыз. Алманың орнына басқа да жеміс-жидектерді пайдалануға болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.